Қайырлы күн, құрметті бауырлар. Міне, бүгін сәтті күн біздер үшін Нұр-Сұлтан қаласындағы рухани жаңғыру жобалық кеңсесі ұжымы өздеріңіздің алдыңызға екінші мәрте тікелей эфирде шығып тұрғанына қуаныштымыз. Өздеріңізді көріп отырғандарымызда, бүгін біз биылғы Абай жылының шеңберінде сол мерекенің құрамында бір үлкен жобаларымыз жоспарланған болатын. Солардың алғашқысын өздеріңізге ұсындық өткен жолы. Ол Абайға апаратын жолдар Қайым Мұхамедханов деген бірінші хабар болды. Оның қонағымыз белгілі жазушы ғалым Тұрсын Жұртбай болды. Абай танушы тікелей Қайым Мұхамедхановтың, біздің кейіпкеріміздің әрі шәкірті, әрі үзеңгілесі, әрі оның шығармашылық жағынан мұрагері. Енді бүгін амандық болса екінші хабарымыздың тұсауын кескелі отырмыз. Бұл екінші хабарымызда тура сол Абайға баратын жолдар Қайым Мұхамеджанов екінші хабар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы өзімізге белгілі елордалық мынау зиялы қауымның ішінде өте үлкен азаматтық істердің басында келе жатқан замандасымыз Ербол Іргебай мырза, қош келіпсіз. Бұл кісіні шақырып отырғанымызда да бір үлкен мән бар, себеп бар. Оны төменірек айта кетерім. Ербол Ислямұлы, мынау хабарымызды бастамас бұрын қазақта айтады ғой, мұңның түсін білгенше бірдің атын біл деп. Сондықтан құлағыңызға алтын сырға мына тыңдармандарымыз үшін қысқаша анықтама беріп кетсем, өзіңіз жайлы. Ербол Іргебай Қайым Мұхамедхановтың шәкірті, ғалымның шығармашылық мұрасын насихаттаушы, ұстаз, елордалық нөмір 90-шы мектеп гимназияның директоры. Бұл кісі Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, халық сүйіктісі сыйлығының иегері. Ербол Іргебай Қайым Мұхамедхановтың 10 томдық шығармалар жинағының құрастырушысы, елордадағы 40-шы мектепте ашылған Әлкей Марғұлан мұражайын ұйымдастырушы, елордадағы сонымен қатар жаңа оқушылар сарайына Әл-Фараби атын беруге және ондағы Әл-Фараби атындағы оқу тәрбие орталығын ашуға мұрындық болған бастамашыл, жаңашыл азамат. Ербол Іргебай сонымен қатар бастысы, мінекей, не үшін шақырдық деп отырмыз? Ұлт руханиятын сақтау, оны насихаттау бағытындағы бүгінгі күнгі танымал тұлға. Ұлттық құндылықтарды дәріптеуші ұлағатты ұстаз. Ербол Ислямұлы, өзіңіз сөзді бастасаңыз. Тақырыбымыз Қайым Мұхамедхан, тақырыбымыз Абай жылы. Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желінің көрермендері. Сізбен мынау рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде ұлы даланың ұлы есімдері деген керемет үлкен жобаға қонаққа келіп отырғаныма қуаныштымын. Тақырыпта керемет екен, Абайға бастар жол және Қайым Мұхамедхан деген. Шынында да Абай әлемі дейміз. Абайды елдің екінің бірі танып біле бермейді де, Абай деп жалқы ақын деп айтқанымызбен. Осы Абай кезінде Мұхтар Әуезов айтқан, сіз Абайды толық біліп болдыңыз ба дегенде, пәлі Абай деген алып мұхит, мен оның шетінен шөмішпен ғана сүзіп алдым, мұхит таусылама деп. Сол сияқты Абай деген асқар биік шың. Ол биік шыңды тану үшін оған әртүрлі бастар, жолдар, баспалдықтар болады. Біз жаңағы оларды Әлихан Ахметтер арқылы да танимыз, оларды Мұхтар Әуезовтың жазбасы арқылы да танимыз. Абайды Қайым арқылы да, Мекемтас Мырзахметов арқылы да біз Абайды танимыз. Міне сол үлкен биік шыңдар болады ғой, мысалы Эверест шыңына әр альпинистер өздерінің бір белгілі трассасын жасайды, трафиктерін. Сол сияқты Абайға шығатын үлкен бір шың бұл Қайымның жолы. Қайымның түсінігімен, Қайымның әлемі арқылы біз Абай әлемін танимыз. Шынында да Абай тануға Қайым Мұхамедханов қандай үлес қосты деген енді заңды сұрақ туады. Бірінші ауызға бірден оралатыны Қайым Мұхамедханов
Абайдың ақындық мектебі деген үлкен дүниені ғылыми айналысқа енгізген тұлға. Ол енді қалай енді, ол жөнінде қандай үлкен әдеби тартыстар болды, ол өзі бір үлкен бөлек әңгіме. Екінші, Абай өлеңдерінің текстологы. Яғни бүкіл Абайдың соңында қалған 179 өлеңдері мен оның поэмаларына барлығына текстологиялық тұрғыдан талдау жасап, әр сөзінің дұрыс айтылуына, әр өлеңдегі әрбір сөздің мағынасының дұрыс болуына өте зер салып қараған. Бұл сонау 1957-58 жылдарда қолға алған жұмыстар. Міне содан бері қанша уақыт өтті. Одан кейін Қайым Мұхамедқанов Абайдың мұражайын тұңғыш ұйымдастырушылардың бірі. 1940 жылы Абайдың мемориалдық музейі Семейде ұйымдастырылды. Міне осының жұмысына тікелей үлес қосып, осыны жүзеге асырған Қайым Мұхамедқанов. Қасында Борис Акерман деген жаңа осы қазақ руханиятын жақсы көрген, жан тәнімен сүйген осы Акерман деген азаметпен бірге Полутурка мәшінемен бүкіл Абай ауданын, одан қала берді соған іргелес аудандарды аралап, Абайға байланысты барлық құжаттарды, дүниелерді жинақтап осы музейдің қорына өткізді. Одан кейін 1947 жылы ғой деймін, осы Абай музейі Қазақ ССР ғылым академиясының қарауына өтіп, бұл енді ғылыми тұрғыда үлкен осындай музей болғаннан кейін соның тұңғыш директоры болды, Сәтбаев тағайындаған. Бұдан кейінгі жаңағы Абайдың 1945 жылы 100 жылдық мерейтой өтті. Осы мерейтойдағы барлық құжаттарды дайындап, соны жүзеге асырған осы Қайым Мұхамедқанов. Өйткені бұл кісіні хатшығып тағайындаған, ал барлық жаңағы Семейде тұрады, қандай тіпті жаңағы сол зиратта қандай жұмыстар жасау керек, қандай жаңағы тарихи орындар бар, оларға не істеу керек, осының барлығын әзірлеп дайындаған Қайым Мұхамедқанов. Енді одан басқа Абайдың тікелей шәкірттері жөнінде көптеген жұмыстары бар. Міне осындай үлкен Абай тануға Қайым орны толмас үлес сіңірді деп айтуымызға болады. Енді жоғарыда айтып кеттік қой, енді үлкен жұмыс бұл Абайдың ақындық мектебі деген. Осы Абайдың ақындық мектебі деген тақырып бір жағынан Қайым Мұхамедқанов енді мұны Әуезовтің тапсырмасы бойынша зерттеді. Сонау 36 жылдан бастап алғаш Мағауия туралы, Ақылбай туралы мақалалар жазып, кейін оны ары қарай тереңдете берді. Соның ішінде 1951 жылы осы Абайдың ақындық мектебі деген тақырыпта өзінің кандидаттық диссертациясын қорғайды сәуір айында. Міне осы кандидаттық диссертация үлкен енді ол күні қорғап шығады. Бұдан кейін жаңағы үлкен әдеби тартыс басталады. Біз көбіміз біле бермейміз. 1951 жылдарда бізде Қазақстанда өзі бір репрессия жүрді. Біз 1937-38 жылғы репрессияны білеміз, ал 38 жылғы екінші бір репрессия жүрді. Бұл жерде сол Қайым Мұхамедқанов, Бекмаханов, Есмағамбет Смайылов, Есенберлин сияқты тағы да осы ұлтшыл тұлғалардың көпшілігі жауапқа тартылып, енді түрмеге тоғытылды. Сонда жаңағы Абайдың ақындық мектебі деген осы әдеби тартыс басталады. 3 күндік үлкен конференция болады 51 жылы. Осы конференцияда негізгі баяндамашы болған Сәбит Мұқанов атамыз бұл Абайдың ақындық мектебі деген Әуезовтің ойдан шығарған дүниесі. Бізде бір-ақ мектеп бар, бізде марксизм және ленинизм ғана мектебі бар. Бұл Абайдың ақындық мектебі деп арқылы біздің жаңа қазақ совет әдебиетіне байшыл, ұлтшыл, алашордашыл элементтерді кіргізбекші деген жаңағы айып тағылады. Яғни мұнда бұлай айтылады, бұлар жаңағы бірінші емес, бұл Абайдың ақындық мектебі деген тақырып алғаш 1911 жылы көтерілген дейді. Яғни 11 жылы қазақ газетінде алғаш шамасы енді кімнің Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатов айтып отыр. Солар жаңағы Абайды өздерінің рухани
ұстаз ретінде көрсетеді деп. Одан кейін 1918 жыл, яғни осы Алашорданың астанасы Семей қаласында Абай деген журнал шығып тұрған. Осы журналда Абайдан соңғы ақындар деген мақала шығады. Бұл мақаланың авторы псевдоним, екеу деген атпен шығады. Кім екені белгісіз. Міне осында Абайдан соңғы ақындар деп бұлар Міржақып Дулат, Ахмет Байтұрсынов кіргізеді деп. Одан кейін Ташкентте 1923 жылы Шолпан деген журналда тағы да Абай қазақ әдебиетінің қазіргі дәуірі деген мақала жарық көріп, мұнда тағы да Абайдан соңғы ақындар деп 10 ақынды тізіп шығады дейді. Яғни міне осындай жүйелі түрде басталған әңгіме ең соңында осы Әуезовтің өзіне тиісу басталады. Бұл 1940 жылы Москвада жарық көрген мақаласында Шәкәрім туралы айтады, Тұрағұл туралы айтады деп. Яғни өздеріңізге белгілі, Шәкәрім 1931 жылы атылып кетті, Тұрағұл 1936 жылы халық жауы ұсталып атылды. Сондықтан бұл үлкен айып болды. Бұдан кейін әрине Қайым Мұхамедқанов өзіне қарсы айтылған сын пікірлерге жауап береді. Бұл жерде неге Көкбайды кіргізген, неге Шәкәрімді кіргізгендерін. Бірақ бұл біткеннен кейін конференция аяқта салысымен Ленинская смена газетінде, одан кейін Казахстанская правда газеттерінде Қайымға қарсы, Әуезовке қарсы мақалалар жарияланып шыға бастайды. Бұның соңы ары қарай келеді. Сол желтоқсан айында Қайым тұтқындалады. 51 жылы. 1951 жылы тұтқындалып, жаңағы Қайымға үлкен айып тағылады. Ондағы негізгі сол қазақ совет әдебиетінде іріткілеу жұмыстарын жүргізу, ұлтшылдық бағытта байшыл элементтерді кіргізбекші болды деп Қайым ұсталады. Міне осы кезде Қайымның бір азаматтық тұлғасы, өзінің ұстанымына берік деген қасиеттері айқын көріне бастайды. Біз көп жағдайда осы жағына да мән беруіміз керек сияқты. Қайым ұстаздың біліммен қоса бойындағы өжеттігі, қайсарлығы, өзінің ұстандығында, принципінде тұра алатын қасиеті айқын көріне бастайды. Осы жерде бұл тергеуде болады ғой, енді бұны елдің барлығы көп айтады, біледі, бүгін тағы да айтсақ артық емес. Осы тергеуде Қайымға айтады: сен маған мына диссертацияны жаздырып берген Әуезов деп айт. Сен енді сонда босайсың. Өйткені енді Қайым ол кезде 6 баласы бар. 1945 жылы Қазақ ССР-ның гимнін конкурсшылаған, соның авторы. Сонда бұлай елге белгілі үлкен азамат енді. Гимнің авторы деген оңай тұлға емес қой. Сен міне осындай бүгінгі таңда азаматсың енді, кандидатсың. Сен сондықтан Әуезов деп жазып бер, сонда біз сені босатамыз деп. Ал енді егер оны ол жазып кетсе, өмір бойы ондай үлкен арсыз жүкті мойнын арқалап Қайым жүре алмайды. Сондықтан Қайым бұған келіспей, жоқ, мен өзім жаздым, осы жаңағы Абайдың ақындық мектебі бар, болды, және болады деген жаңағы өзінің принципінде тұрады. Міне одан кейін Қайымды жаңағы сол жауапқа тартып, сот болып, осы соттың үкімімен 25 жылға темір тордың артына тоғытады. Енді Қайымның бағына қарай, қазақтың бағына қарай 1953 жылы Сталин өлгеннен кейін қайтадан жаңағы 20 съездің қаулысымен бұл мәселелердің барлығы қаралып, 54 жылы Қайым Мұхамедқанов ақталып шығады. Бірақ жаңағы осы санаулы ортада Қайымның жаңағы өзінің азаматтық тұлғасы айқын көріне бастайды. Арын сатпайды, өзін жоғары ұстайды. Жаңағы өзінің бір балаларына жазған өлеңдерінде барады: ит болып мен ешкімді қаппадым, қастық жасап кісіге оқ атпадым, алтын көріп адал жолдан таймадым, сұғанақ болып арамастан татпадым дейді. Осындағы бұл бүкіл Қайымның бүкіл өмір жолындағы принцип осы. Алтын көріп адал жолдан таймадым деген дүниені бүгінгі таңдағы біз енді қазір кейде айтып жатамыз ғой, мынау
көптеген азаматтар сақ түйек дүниеге беріліп, біреу бірдеңе ұсынса соған жетегін еріп кетіп, бір қызылға кетіп қалатын, жаңа мемлекеттің бірдеңесіне қол сұғып жататын. Қайымның жаңағы айтып отыр, сұғанақ боп арамастан татпадым деп отыр ғой енді. Яғни бұл осындай тұлғалардан біз үлгі алуымыз керек. Қайымның ғалымдығы бір бөлек, драматургтығы бір бөлек, басқа қасиет, бірақ мына азаматтық тұлғасы дегенге біз назар аударсақ деген ойымыз бар. Тамаша. Осы жерде бір кідіріс жасап, Ербол Ислямұлы, жаңа бір ойды ой түртеді дейді ғой. Жаңа бір тамаша сөз айттыңыз. Мынау қазақтың бағына қарай, қайымның бағына қарай деп. Енді мен айтайын деп отырмын. Тура сондай қазақтың бағына қарай, біздің бағымызға қарай Қайым Мұхамедхановқа өте сондай сұңғыла, өзіне сай шәкірттер берген екен тағдыр деген ойыма келіп отыр. Сондықтан соңғы көзімізге түсіп отырған қомақты шаруа бұл жаңағындай Қайым Мұхамедхановтың артында қалған шығармашылық еңбектерін толық жинап, өңдеп бізге таратып отырғандарыңыз. Бұның барлығы шәкірттері және оның отбасы, о кісінің балаларының арқасында, о кісілердің жеке мұрағаты, өзінің көзінің тірісінде ұлттық кітапханаға, ұлттық мұрағаттарға тапсырған кітаптары, солардың бәрін жинап, өңдеп, мен мынау әңгіме барысында да өзіңізбенен, мынау хабарға дайындық барысында да байқадым. Анау стенографиялық есептердің өзін тәптіштеп қағазға түсіріп, соларды үлкен шығармалар жинағына қосқандарыңызды. Оны айтып отырғаным мінекей біздің алдымызда Қайым Мұхамедхановтың 10 томдығы жатыр. Мысалы 5-ші томын алып қарайтын болсақ, мінекей 5-ші томында 2007 жылы шыққан деп жазылып тұр. Ал енді мына соңғы 10-шы томында 2012 жылы шыққан деп жазылып тұр. Осы 10 томдық еңбегі жайында айтсаңыз, бұның шолу жасап қысқаша, және бұның ерекшелігін, осыған кеткен еңбек, кімдердің еңбегі бар бұл шығарманың ішінде. Әрине өзіңіздің жаңағы жоғарыда айтып отырған жұмыс тірліктердің барлығының үлкен салмағы да, міндеттілігі де, жауапкершілігі де өзіңізде болғанын мына зиялы қауым білет, көз ашық жұрт. Дегенмен өз аузыңыздан естейік. Қайым Мұхамедханов соңына үлкен мол мұра қалдырды. Енді Қайым ғалым, драматург, аудармашы, сонымен қатар үлкен ұстаз. Міне осы одан кейін мәдениеттанушы, яғни әр жылдарда жазған көптеген, сонау 36 жылдардан бастап жазған мақалалары өте үлкен көп, соңында көп мұра қалды. Және бір қасиет, Қайым Мұхамедханов өзі өте оқыпты адам болған ғой, және архивист ғалым болған. Біз мысалы Қазақстанда нөмірі бірінші осы архивист ғалым Әлкей Марғұлан дейміз ғой. Яғни архивист ғалым болу үшін өте адам шыдамды болу керек, төзімді болу керек. Ол жаңағы сағаттап, сол жаңағы бір үлкен бір жерден бірдеңе тапса, оны жаңа бір мақаланың өзін бір күн тексеріп қарап отырып, сол жерден өзіне қажет дүние табатын. Міне Қайым Мұхамедханов та осындай тұлғаның бірі, сондықтан соңында көп мұра қалды. Қайым Мұхамедханов дүниеден өткеннен кейін соңында қалған барлық өзінің мұрасын жаңағы осындағы Евразия ұлттық университетінің жанындағы Отырар кітапханасының директоры профессор Тұрсын Жұртбайға түгел табыстап берілген. Осы Тұрсын ағамыз бір күні мені шақырып, міне мына жерде Қайым Мұхамедхановтың ол кезде папкілерде, Әлкей Марғұланның кабинетінде соңында осы жерде міне Қайымның бүкіл жинақталған мұралары жатыр. Осыны қарап тексеріп, қайсысы қандай жаңағы әрбірі бойынша бір жіктеп бөліп көрші деп. Соңымен Тұрсын Жұртбайдың тапсырмасы бойынша мен осы іске кірісіп, ақырын бір-бірлеп қарап жіктеп, Қайым Мұхамедхановтың Абайға байланысты шығармалары, Қайым Мұхамедхановтың Алашордаға байланысты, Шәкәрімге, Әуезовке, театрға деп ақырын осы бұлай жіктелгенде осы көбейіп кете берді. Сонымен жеке-жеке арылғайын жинап, Тұрсын ағамызға көрсеттім.
ол кісі қарап барлығын көріп, мынаны енді сол ол кісінің енді үлкен еңбек сіңірген тұрсын жыртпай, бұл кісі сол кездегі сол 2003 жылдарда алғаш басталған рухани мәдени мұра деген Мәдени мұра, иә. осы мәдени мұра бағдарламасына Қайым Мұхамедхановтың 10 томдық шығармаларын кіргізу деп мемлекеттік тапсырысқа енгізді. Бұл ең үлкен жұмыс осы жерде болды. Ары қарай енді ол кісінің тапсырмасы бойынша ол 2004 жылы алғаш бірінші томы жұмысы басталды, жинақтап шығару. Сол ең соңғы 2012 жылы аяқталды. 8 жылда 10 том шығарылды, яғни кей жылдары 2 том, кей жылдары 1 том деген сияқты осы жұмыстары. Әр томға сол Қайым Мұхамедхановтың түрлі жылдардағы жазған шығармалар кіріп отырды. Жаңағы өзіңіз айтқан 13 томға, әрине ең үлкен соңғы болғаннан кейін бұл жаңа мен жоғарыда айтып өткен Қайым Мұхамедхановтың 1951 жылы қорғалған диссертацияның стенограммасы кіргізіліп отыр. Толығымен. Алғаш рет, иә? Алғаш рет ғылыми түрде мұнда жаңағы сол басынан бастап қалай басталған, кімдер не айтты, осында барлығы көрсетіледі. Мынау стенограмма деп, міне басында стенограмма деп жазылып тұр. Академия наук Академия Казахской ССР 7 апрель 51 жыл председательствует профессор Сауранбаев деп бастап ары қарай кете береді. Сондықтан бұл жерде бүкіл кім не айтты, қандай сұрақ қойылды, Қайым Мұхамедханов болған қандай жауап қайырды, одан кейін оппоненттер не айтты деген сұрақтардың барлығы осы жерден тауып алуға болады. Өйткені мұның ішінде барлығы бол, келешекте осы Қайымды танимын немесе Абайға барам деген азаматтар болса, ғалымдар, жас ғалымдар болса, осы 10-шы томнан түгелін тауып алуға болады. Бұл енді бір құнды дүниенің бірі деп айтуға болады. Өйткені 51 жылғы жаңағы болған репрессияның негізі болған осылар ғой міне. Жақсы. Енді мынау томдар жайлы тағы бір сұрақты айтпай кетпеуді болмай отырған сияқты. Себебі осы Абайдың мұрасының шеңберіндегі бір тамаша құбылысқа мен көзім түсті. Ол деген бұл кісі Қайым Мұхамедханов аудармашылық қасиеті бар, онда еңбектері де бар. Сонда мынау өзі аударған еңбектердің ішінен орыс тілінен қазақ тілге аударған еңбектерінің ішінде проза тілінде жазылған еңбектерді поэзия тілінде қазақшаға аударған деген бір ерекше құбылыс бар екен. Сонда бірінші бұл тарихта прозаны поэзия тілінде аударуда Абай келеді, Шәкәрім келеді, сосын Қайым Мұхамедханов келеді. Қарлақ түрмесінде отырғанда Қайым Мұхамедханов 1952 жылы Николай Карамзиннің «Бедная Лиза» деген проза түрінде жазылған повесі, иә? Сол «Бедная Лизаны» Қайым Мұхамедханов түрмеде отырып, бар жоғы 15 күннің ішінде қазақ тілінде өлеңмен, поэзиямен аударған. «Бедная Лизаның» атын ол кісі «Сормаңдай Лиза» деп қойған екен. Түрменің ішінде отырып, 15 күннің ішінде. Сол еңбегі кірді ме мына жинаққа? Кірген, ол мына 7-ші томда. Негізі Ахмет Байтұрсыновтың бір сөзі бар ғой. Бүгінгі таңда елдер дейді, жұмыс істеймін десем, жағдайым жоқ, үйім жоқ, күйім жоқ деп айтады. Ал ең қиын жер түрме дейді. Түрмеде де отырып жұмыс істеуге болады деп. Соны көрсеткен, дәлелдеген осы Қайым Мұхамедханов сол Қарлақта түрмеде отырғанда Карамзиннің 1792 жылы жазылған «Бедная Лиза» деген повесі болған. Осы повесті алып отырып, Қайым Мұхамедханов өлеңмен. Мысалы, Шәкәрім Пушкиннің Дубровскийін өлеңмен аударып шыққан, үлкен поэма қылып. Сол сияқты Шәкәрім де, Қайым да Шәкәрімнің ізімен келеді де, «Бедная Лиза» повесін «Сормаңдай Лиза» деп қазақ тіліне аударады. Енді бұның негізгі желісі Қайым енді поэмасында жақсы суреттейді осында. Мынау Москваның төңірегінде, Москва қаласы, Москваны суреттейді. Енді сол замандағы ғой енді. Воробьев таулары,
Симонов монастыры, тағы бір монастырлерді суреттеп, осының маңайында бір мұжық тұрады. Ол қайтыс болады. Сол кезде оның жаңағы Лиза деген қызы 15 жасар, әдемі, сұлу бой жеткен, өсіп келе жатыр. Шешесі екеуі ғана қалады, бірақ ол сол күн көру үшін Москва қаласына барып гүл сатып жүреді. Соны бір Ерас деген бір жас жігіт көріп, ол ғашық болады, Лиза да ғашық болады, бұл келіп жүреді. Сонымен екі ортада, енді ұзын сөздің қысқасы, Ераст Лизаны алдап, енді Лиза жан тәнімен берілген, бірақ ол Ераст деген жігіт оны ақтамай, кейін жаңа мен әскерге кеттімді алдап кетіп қалып, Лиза енді 2 жылдан кейін қалаға, 2 айдан кейін қалаға тағы да жаңа гүл сатуға келген кезде байқағаны Лизаны көреді. Содан кейін жаңа өзі суға кетіп өледі. Енді осыны суреттейді. Негізі енді мен бір нәрсе уақыт болса айта кетсем деп едім. Мынау біз Қайым Мұхамедхановтың өмірі мен шығармашылығы арқылы жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру деген бір жоба әзірлеп едік. Осындағы негізгі мынау Қайым Мұхамедхановтың тұлғалық қасиеті деп отырмыз. Ғалым, ұстаз, ақын, драматург, аудармашы, текстолог. Одан кейін Қайымның ғайым ғұмыры өртелік ары қарай біз таныстыруымыз керек қой. Қайымның музей ашылса, Қайым оқулар өтсе, Қайымтану курсы болса, мынау ер қазақ деген өзінің енді бұл символ ретінде ер қазақ деген сөз Қайым, ер қазақ деген екеуі бір-бірін ажырамайтын сөздер. Сондай бір журнал шығарса, мынау Қайымның ізімен деген бір өлкетану экспедициялары болса, Қайым атындағы сыйлықтар болса деген бір ұсыныстар. Одан кейін Қайымның қырлары дейді. Мынау адамды тәрбиелеудегі Қайымның бойындағы асыл қасиеттер. Мынау адамгершілігі мол, білімі терең, ұстанымы берік принципінде тұратын. Адал, әділ, ары таза, еңбекқор, ұқыпты, талапты, жауапты, шығармашыл, қайсар, намысқой, ұлтын сүйетін осындай жақсы қасиеттерді бүгінгі таңда біз шәкірттің бойына сіңіре білсек, онда біз жаңағы Қайымның тұлғасын ортаға қойып, міне осындай азаматтар біздің қазаққа керек, біздің елімізге керек деп тәрбиелесек, бұл кез келген мектеп ұжымына болсын, басқа оқу орындарына болсын, колледж, жоғарғы оқу орнында болсын, бұл қажетті дүние деп ойлаймын. Сондықтан келешекте жан-жақты дамыған тұлға деген қандай болу керек, оның бойында қандай қасиеттер болу керек деген дүние осы жобада біз жасадық. Енді оны Алла қалап Құдай денсаулық берсе, барлығы жақсы болып жатса, келешекте оны міндетті түрде жүзеге асырамыз деген ойдамыз. Жақсы, соған жетейік. Лайым Ербол аға, енді соңғы қорытынды сөзіңізде айтайын дегенім, мынау өзіңіз Қайым ағамыздың шәкіртісіз. Өзіңіз өмір бойы сол кісінің жолымен келе жатырсыз, шәкірт тәрбиелеп отырған ұлағатты ұстазсыз. Бізде бар ақпаратты қарайтын болсақ, осы Елорда қаласында тағы да 40-шы мектепте жыл сайын Қайым Мұхамедхановтың туған күніне 5-ші қаңтар ма? 5-ші қаңтарда Қайым Мұхамедхановтың туған күнін ресми түрде оқушыларменен атап өтеді екенсіздер. Соған байланысты қорытынды сөзіңізде өзіңіздің тарапыңыздан бұл жолда қандай ағымдағы болмаса атқарылуға тиіс әрекеттер болу керек, соныменен хабарымызды аяқтасақ. Бұрын енді өткізіп тұрдық. Қайымның ол енді еске алып, енді соның бір дәлелі ретінде бір ауыз ғана өлеңді. Мынау менің шәкіртім Қайым туралы жазған. Қайым ер, Қайым ақын, Қайым дана деген. Тәтті өлең кеп тірелді таңдайыма, сөйлейін дуал ауыз өлең барда, қазақта ұлылар бар әлем білер, қазақтың бақ қоп қонған маңдайына. Қайым ер, Қайым ақын, Қайым дана, еңбегіңе беретін дайын баға, Абайдың алып үнін мәлім қылып, сөз еткен мазмұн өлең жайында деп қалғанын келешекте оқып берермін. Үлкен рахмет. Біз үлкен ұлағатты да тағылымды дүниелерге қарық болдық деп ойлаймыз. Былайша айтқанда, ұстаз, шәкірт, тағы да ұстаз, тағы да шәкірт деген мына жүйеменен бір әдемі әңгіме болды ғой деп ойлаймыз. Сіздің алдыңызға барып шәкірт болған, өздеріңізден ұлағат алған балаларымыз да, немерелеріміз де біздің бақытты. Сондықтан үлкен рахмет, шығармашылық жетістіктер тілейміз өзіңізге. Біздің шақыруымызды қабыл алып келгеніңізге разымыз.
Құрметті бауырлар, сау саламатта болайық.